Ауыздан шығатын жағымсыз иістерден құтылудың жолдары. Достар, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздердің әрбір әрекеттеріңіз мен үшін маңызды. Алдымен ауыздағы жағымсыз иістердің неден шығып жатқанын анықтап алуымыз қажет. Медицина мамандары жағымсыз иістердің шығуын түрлі жағдайларға себеп болады дейді. Мәселен, қызыл иек қабынған кезде ауыздағы қанның иісі шықса, ал асқазан ауырған кезде пияздың немесе сарымсақтың иісі шығады деп анықтап айтты. Бұлардың қай-қайсысы болса да сізге ыңғайсыздық тудыратыны анық. Сондықтан да жағымсыз иістерден арылуға асығыңыз. Ол үшін сізге қарапайым үй жағдайында әр қолжетімді емделу жолдарының бірнеше нұсқасын айтатын боламын. Бірінші әдіс: ауыздағы жағымсыз иістен тез арылғыңыз келсе, онда тамағыңызға кардамон қосыңыз немесе кардамонды шайнаңыз. Бұл дәмдеуіш ауыздағы зиянды бактерияларды өлтіретін болады. Екінші әдісіміз: бауырыңыз ауырған кезде де ауызыңыздан жағымсыз иістер шыға бастайды. Ол кезде бір стакан қайнатылған суға 1-2 шай қасық жусан араластырып, шай ретінде ішсеңіз болады. Үшінші әдіс: 1 шай қасық тұзды 50 мг зәйтүн майына араластырып, ауыз қуысын шайыңыз. Емді тамақтанудан 30 минут алдын жүргізесіз. Төртінші әдіс: шөп шайларды жиі ішіп тұрыңыз. Бұл ауыздағы кез келген жағымсыз иістерді жоятын болады. Бесінші әдісіміз: ауыздағы жағымсыз иістерден біржолата құтылғыңыз келіп жүрсе, зімбірдің көмегіне жүгініңіз. Тамақтан соң 2-ден 1 бөлігін шай қасық ұнтақталған зімбірді аузыңызға салып мұқият шайнап жүретін болыңыз. Алтыншы әдісіміз: бірнеше дана грек жаңғағының жапырағын 1 стакан қайнаған суға салып демдеңіз. Оған біраз қасық бал араластырып, ауыз қуысын қызыл иекті шайсаңыз, ауыз қуысының сулылығын арттырасыз және жағымсыз иістерден арыласыз. Жетінші әдіс: әністің дәні де жағымсыз иістен арылтады. Ол үшін 200 мл қайнаған суға 2 шай қасық дәнді салып, 20 минут қақпағын жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, тамағыңызбен аузыңызды шайыңыз. Сегізінші әдісіміз: 1 апта бойы тісіңізді құрғақ сүтпен тазартып отырыңыз. Оны кәдімгі паста секілді қолданасыз. Күнде таңертең және кешке уақытта щеткаға құрғақ сүтті сеуіп, тісіңізді жуыңыз. Бұл түсті тастан ауыздағы жағымсыз иістерден тазартатын болады. Тоғызыншы әдіс: егер аузыңыздан сарымсақтың иісі шығып тұрса, онда 2-ден 1 бөлігін шай қасық ұнтақталған жұпар жаңғағын шайнаңыз. Жаңғақты мейлінше асықпай 5-6 минут шайнауыңыз керек. Сонда ғана нәтижесі болады. 10-шы әдісіміз: сарымсақтың иісін ақжелкен де кетіре алады. Ол үшін бірнеше тал ақжелкенді шайнап, сөлін жұтыңыз, ал қалғандарын түкіріп тастауға болады. 11-ші әдіс: ең қарапайым әдіс. Дереу лимон тілігін жеңіз. Егер қышқылдағы қиындық тудырса, онда шекерге батырып жесеңіз болады. 12-ші әдісіміз: сарымсақтың жағымсыз иісін ментол дәмі бар сағыз немесе жалбыз таблеткасы жояды. Оны кез келген дәріханалардан таба аласыз. Міне осы қарапайым ғана кеңестерді жүзеге асырсаңыз, аузыңыздағы жағымсыз иістерден біржолата құтыласыз. Өзіңіз де айналаңыздағылардан қисынбай, емін-еркін күле аласыз. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама жазылып кетуді ұмытпай, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.